Қазір мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді бұл ақталған емес, просто сіздер шындықты білсе екен деймін. Өткенде айтыпты, әр ұрысқан сайын маған кет деп айтады, анау мынау деген сияқты. Міне төбемде Құдай тұр ғой. Мен ешқашан кет деп айтпағам. Мен әйел басыммен мен өзім үйден заттарымды жинап кетіп қалу деген жоқ. Мен олай тәрбиелемеген. Кейбір әйелдер бар ғой, енді көп кетіп тұрақ шашқым келмейді, просто заттарын алып кетіп қала салады. Мен ондай емес, мен наоборот кетпеймін. Наоборот тұрып алам мен. Ұрысқан кезде ол наоборот кетіп қалады. Мен әр ұрысқан кезде айтам, давай осы жерде шешіп тастаймыз. Одан кейін навсегда кетесің ба, или ашуыңды басып кетесің ба, өзің білесің деп айтам. Бұл жолы ұрыс қаттыға кетіп қалды, сосын мен айттым. Кетсең кете бер дедім. Мен 2 бала шағаны алып өзім қалам дедім. Өзім асырай алам. Осыған не асырап келдім, и дальше асырай алам дедім. Просто сіздерге өтірік айтқанда менің ішім ашып кетті. Содан кейін мен біріме видео түсірсем, ол бірімен сөйлесіп жүр деген сөз емес. Блогер болғаннан кейін әртүрлі коллаборация жасайсың. Басқа блогерлермен коллаборация жасайтын, на будущее может жасайтын шығармын. Сіздер өйтіп жаман ойламаңыздар. Жүретін адам, кездесетін адам Инстаграмға шығармай-ақ кездеседі. Мен онда әрекет істеп жатқан жоқпын. Мен 2 бала шағам тұрған кезде, менің дәл қазіргі мақсатым 2 бала шағамды асырап, жағдайларын жасап, өзімде жағдайым жасап, только сондай ой. Мені біреумен жүріп жатыр, или кездесіп кетіпті, там видео түсіріп жатыр деп артымнан әңгіме айтудың қажет жоқ. Кейбір адамдар айтып жатыр, мен оқырмандарыма емес. Ал оқырмандарыма мені қолдап түсініп жатқандарыңызға көп рахмет. Енді сіздермен осылай бөліспегенде, кіммен бөлісем, маған просто көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен осылай ақталып айтып жатырмын. Ұрыс сайын кетсе ал, кет ал, не істеп отырсың, кетсе деген сөз бар ғой, мына жерімде тұр. Мен ана сөзді естісем кіршам кетеді, менің өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем, көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда, ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып, бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да, күнін көре алмай қайтып келеді деп ше. Бірақ нихуя ондай нәрсе алдағы уақытта болмайды. Әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басым істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын. Қолдау көрсеткен кісілерге рахмет үлкен. Әрине, ол әрбір отбасында болатын жағдай. Ешқандай ата-ана балам жаман болсын демейді. Сондықтан да, енді көп пікірлер қалдырған, жақсы болсын, жаман болсын, әрине, әр адамның өзінің ой пікірі. Қазір енді мен азанға асымды ішуге бара жатырмын. Бүгін Құдай қаласа Алла бұйыртса, азанға асымды ішіп болғаннан кейін жолға шығамын. Енді көп кісілерге жауап бере алмай жатырмын. Аман-есен жеткеннен кейін жауап беретін боламын. Анталиядан 7 сағаттық жерге кетіп бара жатырмын, Сивас деген қалаға. Ал бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, қуанышқа толы болсын. Аман-есен жеткізге ақ жол. Қартаяды, жастарына жас қосады, балдар өседі. Сонда қалай болады? Неге болашағын ойламайды балдардың? Қазіргі жастар мен түсінбеймін. Бір-бірлеріне сену керек қой. Малды әкеп Құршетке қосқан жоқпын. Құршетке әкеп Нұржамалды құдағиым қосқан жоқ. Құдағиым араласса да, мен аралассам да не болай? Тездетіп үйленуіміз керек деп қосылдыңдар ғой. Енді негесінде бір-бірінің кемшіліктеріңді жақсыны жасырып, жаманды жасырып, жақсыны асырмайсыңдар деп айтып жатырмын ғой, достар. Сіздер ойлайсыздар ма, мен ойбай күшті болып отырмын ол жақта деп? Наға болмай бара жатырса, енді амал жоқ, барамын. Неге бармаймын? Менде жүрегім ауырады. Құршетім әйелсіз қалады, Нұржамал байсыз қалады деп отқан жоқпын. 2 кішкентай балапанды қатты уайымдаймын. Олардың болашағы не болады? Бұл өмір бүйтіп тұрмайды ғой. Құршет өмір бақи осындай әдемі болып, жас жігіт болып тұрмайды. Нұржамал да осындай әдемі болып, жап-жас келіншек болмайды. Ертең олар өседі, қартаяды, жастарына жас қосады, балдар өседі. Сонда қалай болады? Неге болашағын ойламайды балдардың? Қазіргі жастар мен түсінбеймін.
бір-бірлеріне сену керек қой. Сүйіп қосылғаннан кейін бір-бірлеріне сену керек. Балдардың қасында болғанда да мен ести аламын. Сол себептен мен ұзақ кеттім. Араласпайын. Өздерімен өздері өмір сүрсін. Мен мүлдем араласпайын. Не жасаса да қолдайым. Әйтеуір осылар бақытты болсыншы. Осылардың көңіліне қарайым. Шыны керек. Бірақ білмеймін енді. Бір Аллаға тапсырдым, Аллаға аманат. Аллам барлығында реттейтін бір Алла. Жүректеріне иман беріп, сабыр беріп, әйтеуір ақылмен шешеді деген үміттемін. Қолда көрсеткен кісілерге үлкен рахмет. Түркияда қазір сағат 9:30. Азан мен күн ыстық болып тұр. Таңғы ас ішуге шықтым, жолдасым сыртта болған. Үйде бір өзім болғандықтан кездесулерім бар. Қазір күшті жаңалықтар болып жатыр. Кеше бөліскен болатынмын сіздермен. Кешегі соңғы қойған видеороликта енді комментарияны оқып үлгермей жатырмын. Қаншама өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қалдырыпсыздар. Енді әрине мына жерде ойлайсыздар ау деймін, мына жақта мен уайымдамайым, ақылымды айтпай жатырмын деп. Конечно, уайымдаймын, жүрегім ауырады. Ақылымды арасында айтып жатырмын. Енді қатты екеуіне бірдей давление көрсеткім келмейді. Просто уақыт көрсетеді барлығына уақыт емші. Сондықтан да екеуі де ақылы бар, екі баланың ата-анасы, барлығы жақсы болады деген үміттемін. Қолда көрсеткендеріңізге рахмет.